Мұхиттар. Әлемде 4 мұхит бар. Солардың ішіндегі ең кішісі және ең суығы солтүстік мұзды мұхит. Солтүстік мұзды мұхитта қыста ауа температурасы 40 градус аяз, ал жаз айларында 0 градус шамасында болады. Солтүстік мұзды мұхиттан ақ аюды, итбалықты, кит пен балықтарды кездестіруге болады. Солтүстік мұзды мұхитта айсбергтер мен мұздықтардың шоғыры бар. Ақ аюлар су бетінде қалқып жүрген үлкен мұздықтар арқылы бір жерден екінші жерге орын ауыстырады. Бұлардың да шығармайтыны жоқ. Бұл ең таяз мұхит. Әрине, мұншалықты таяз емес. Мұзды мұхиттың ең терең жері 5527 метр. Сақ бол, аю! Көлемі бойынша екінші орындағы мұхит Атлант мұхиты. Бұл мұхиттың атауы көне грек тілінен шыққан. Аңызға сенсек, су астындағы көне қала Атлантида дәл осы мұхиттың астында екен. Әлем бойынша ауланатын балықтың 40% Атлант мұхитынан ауланады. Өзендердің басым бөлігі де осы мұхитқа келіп құяды. Әлемге әйгілі құпия аймақ Бермуд ұштағаны да дәл осы мұхит аумағында жатыр. Бұл жер компастар істемей қалатын құпия мекен. Әлемдегі ең жылы мұхит Үнді мұхиты. Жылы болғандықтан демалуға да ыңғайлы. Үнді мұхитында теңіз маржандарының бүкіл түрі бар. Әлемдегі ең күшті жер сілкінісі Үнді мұхитында тіркелген. Мұхиттардың ішіндегі көлемі мен тереңдігі жөнінен ең үлкені Тынық мұхиты. Әлемдегі ең терең Мариана шұғымасы да осы мұхитта жатыр. Оның тереңдігі 11.000 метрден асады. Әлемдегі ең үлкен жанартау да Тынық мұхитында. Тынық мұхитының үлкендігі сонша, барлық материк оның аумағына еркін сыйып кетеді. Тынық мұхиты ертеректе Ұлы мұхит деп аталған. Мұхиттар мен ойлағаннан да үлкен екен. Енді маған көмекке кім келеді екен?